Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз сүйек пен буындардың аурулары бар науқастарды тексеру әдістері, жедел аллергиялық науқастарды зерттеу. Сүйек пен буын құрылыстары. Сүйектердің жалғасуы буындар. Кости и их соединения. Латынша остеология, артрология. Адамның сыртқы ортамен байланысы оның қимыл қозғалысымен сипатталады. Адамның қозғалыс жүйесі сүйек, буын және бұлшықеттерден тұрады. Сүйектер денеде бір-бірімен буындар, сіңірлер, шеміршектер және дәнекер ұлпалар арқылы біріккен. Қаңқа сүйектер мен буындар дененің қозғалысын тірек міндетін атқарады, ал олардың қимылға келтіретін мүшелер дененің бұлшықеттері болып саналады. Сүйек туралы ілім остеология, ал буындардың құрылысын зерттейтін ілім артрология деп аталады. Сүйек буын ауруларын тексеріп емдейтін дәрігерді ревматолог деп атаймыз. Сүйек буын аурулары. Бұл ішкі ағза ауруларының үлкен бір тобы болып табылады. Көп жағдайларда сүйек буындар аппаратының бұлшықеттердің зақымдалуы бірінші орынға иеленіп, басқа жүйелердің патологиялық өзгеріске ұшырауы оның әсері болып табылады. Ал кейбір кезде сүйектердің бұлшықеттердің зақымдануы екінші орынға шығып, яғни басқа аурулардың салдарынан пайда болып отырады. Сүйек буын аурулары ірі және майда буындардың зақымдалуымен жүреді. Буын құрамдарының синовиалдық қабат, буынның капсуласы, сүйек байламдары, нерв талшықтарын тітіркендіргеннен пайда болады. Тек қана буын шеміршегінде ғана нерв талшықтары мен тамырлары болмайды, сондықтан олар ұзақ уақыт басқа буын құрылымдарының зақымданғанша ауырғанын сезбейді. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай, ірі және майда буындардың зақымдалулары. Аллергиялық аурулар. Аллергиялық аурулар, аллергоздар патогенезі жағынан сүйек буын ауруларына жақын болып келеді. Осы топтағы бірқатар науқастардың негізінде иммундық және аутоиммундық бұзылыстар жатады. Бұл әсіресе дәнекер тінінің диффузды ауруларына тікелей байланысты болады. Мына суретте көріп отырғандарыңыздай, псориаз терлік буындық түрі. Мына суретте тері арқылы аллергиялық тексерулерді жүргізуде. Енді субъективті тексеру әдістері. Сұрастыру. Бірінші, паспорттық мәліметтер, аты, жөні, жасы, жынысы, мамандығы, жұмыс орны, мекен-жайы сұралады. Екінші, науқастың шағымдары негізгі және қосымша болып екіге бөлінеді. Сүйек бұлшықеттер жүйесінің ауруларымен ауыратын науқастарда шағымдары әртүрлі болып келеді. Негізгі шағымдары буындар мен сүйектердің бұлшықеттердің ауруы, таңертеңгілік қозғалыстың шектелуі, буындардың құрысуы, ісінуі, жергілікті қызбаның болуы, ауырсыну, бұлшықеттердің әлсіреуі және қосымша шағымдарға дене қызбасы, әлсіздік, терінің қышуы, делсалдық жатады. Анамнез морби. Қазіргі аурудың даму тарихы. Аурудың қалай басталып, қалай дамығанын ретін сақтап сұрастырған жөн. Сүйек буындар жүйесінің көп аурулары біртіндеп науқасқа байқалмай басталады. Аурудың жедел басталуы ревматизмдік инфекциялық, бруцеллездік, дизентериялық, ерсиниоздық, урогенитальдық артриттерде байқалады. Бұлшықет еттерінің жедел зақымдану мезетте кездеседі. Сырқаттың басталуына себеп болған жағдайларды жақсылап сұрастыру керек. Олар ауырған жұқпалы аурулар, суық тию, арақ ішу, еті көп тағамдарды жеу, дәрілерді қолдану, антибиотиктер, сульфаниламидтер, вакциналар, тағы басқа қабылдаудан болуы мүмкін. Бұрын алынған ем шараларын және олардың әсерін сұрастыру аурудың анықтауда көп көмек көрсетеді.
Анамыз дейді, науқастың өмірбаяны. Науқастың бұрын басынан өткізген аурулары, әсіресе тыныс жолдарының, көздің, зәр жыныс ағзаларының, ішектің, терінің зақымдануларын сұрастыру қажет. Алынған мәліметтерінің ревматоидтық артрит, подагра, сондай-ақ аллергоздар, бронх демікпесі, есекжен, тағы басқа ауруларынан қатынасы болуы мүмкін. Объективті тексеру әдістері. Қарау. Жалпы қарау кезінде науқастың сыртқы түрінен, дене қалпынан кейбір аурулардың бірден анықтауға болады. Мысалы, анкилоздаушы спондилоартритте немесе Бехтеров ауруы кезінде науқастың сұрау белгісі түріндегі қалпы. Ревматоидтық артритте қол саусақтарының жан-жаққа қисайып, жайылып орналасуы осы ауруға тән белгі. Теріні және тері асты қабаттарын зерттеуді пальпация әдісімен толықтыра отырып, ревматизмдік және ревматоидтық ұсақ түйіндерді, подагралық, тофусты, псориаздық қабыршақтануды анықтауға болады. Буындарды қарау кезінде оның пішін, үйлесімін, ісінуін, деформациясын, буын терісінің өзгерісін, сол буындағы қозғалыстың шектелуін зерттеуіміз керек. Буынның ісінуі, буын айналасындағы тіндердің ісініп сарысу жиналуына байланысты буынның мөлшерінің біркелкі үлкейіп тегістелуі байқалады. Буынның дефигурациясы эксудативті және пролиферативтік өзгерістер нәтижесінде буынның пішінінің әркелкі өзгеруі деп түсінуіміз керек. Буынның деформациясы буын пішінінің тұрақты өзгеруі. Ол сүйек өсінділерінен, сыну, анкилоздар дамуынан, тағы басқа себептер салдарынан болады. Зақымдалған буын үстіндегі терісінің түсі патологиялық үдерістің түріне байланысты өзгереді. Жедел қабыну кезінде қызарады, жылтырайды, қыртыстанып тұрады. Дегенераторлық, дистрофиялық бұзылыстарда тері құрғақ атрофияланған болады. Сүйек буындар жүйесінің зерттеу кезінде активті және пассивті қозғалыс мөлшерін анықтау маңызды. Ол үшін тез және баяу қимылдар жасай отырып, буында осы қозғалыстардың шектеулерін бақылау қажет. Бұлшықеттердің зерттегенде олардың қуатын, атрофиялық белгілерін анықтайды. Аллергоз сырқатында ісіну пайда болады. Бет әлпетінде, бүкіл денеде, ерінде, көз айналасында ісінулер әртүрлі мөлшерлі болып келеді. Кей кезде тері үстінен көтеріліп тұратын есекжен көбіне қызыл реңді болады. Пальпация. Теріні сипап қарау кезінде оның қатты құрғақтығын, атрофиясын, трофикалық өзгерісін зерттейміз. Буынның жедел қабынуы кезінде терісінің қызуы жоғарылайды. Буындарды пальпация әдісімен зерттеу терідегі өзгерістермен қатар түйіндерді, лимфа бездерін табуға, қозғалыс кезіндегі ауру сезімін анықтауға, крепитация сияқты дыбыстарды бақылауға мүмкіндік береді. Омыртқа бағанасын сипап, сүйір өсінділерді қолмен ұстап, соғып қарау арқылы оларда ауру сезімін, қозғалыстарының шектелуін бағалайды. Бұлшықеттер жүйесін зерттеу кезінде алдымен олардың атрофиялық өзгерістеріне көңіл аударуымыз қажет. Лимфоаденопатия шеткері зақымданған буын тұсында немесе жайылмалы жүйелі ауруларда кездеседі. Қосымша тексеру әдістері. Лабораториялық қан анализі, зәр анализі, биохимиялық анализдер және тағы басқа анализдер жатады. Биохимиялық әдісі алдымен бұл процестің белсенділігін бағалау үшін қолданылады. Белок құрамындағы өзгерістер тұнбалы белок сынақтарын С-реактивті белокты табу арқылы дәлелденеді. Соңғы жағдайда ЭТЖ-ның шапшаңдығымен және альфа-2 гамма-глобулиндер фракциясының жоғарылауынан дамыған диспротеинемиямен қатар жүреді. Айқындалған гипергамма-глобулинемия ревматоидтық артрит Шергрен синдромында болады. Қабыну процесінің белсенділігін фибриноген мен сиромукоид мөлшерінің артылуы бойынша бағалауға болады. Подагра ауруында қандағы зәр қышқылын анықтау қажет.
Иммунологиялық әдіс иммуноглобулиндерді анықтау кезінде антиденелердің түзілуінің бұзылуын байқауға болады. Сүйек буындары жүйесінің ауруларында иммуноглобулиндердің барлық тобының көбеюі мүмкін. Қан сарысуында көбінесе иммуноглобулин G-дің артуы жиі кездеседі. Инструменталдық тексерулерге рентгенография, КТ, МРТ, ЭКГ, ФГД тағы басқа жатады. Әдетте сүйектер мен буындарды рентгенограммаға түсіреді. Рентген суреттерін қарай отырып сүйектердің өзара қатынасын, пішінін, құрылысын, буындық саңылаудың жағдайын бағалайды. Патологиялық өзгерістерге остеопороз, сүйек тіндерінің сиреуі, сүйектің ошақты өзгеру, өспелер тұсында рак метастаздарының сүйекте орналасу, остеосклероз, сүйек тінінің тығыздалуы, сүйектің деформациялануы тағы басқа жатады. Есте сақтайтын жағдай сүйек тінінің зақымдануы, көптеген эндокриндік ауруларда глюкокортикоидтар мен ұзақ емделген шақта жүктілікте тағы басқа көптеген жағдайларда болуы мүмкін. Тыңдағандарыңызға рахмет.